Руника деген сөз бүткіл энциклопедиялық анықтамалықтардың барлығында құпия деген мағынаны білдіреді деп жазылған. Бүткіл шетелдік болсын, қандай энциклопедияны алмаңыз, ашып қарасаңыз, бұл құпия дегенді білдіреді деп анықтама береді. Шын мәнісінде руника деген не сөз? Руника деген сөздің этимологиясы ру деген сөзден шыққан. Тайжан Досанов деген мықты рунолог жігіт болды, қайтыс болды. Ол жігіт руника деген сөзді ру іні деген екі сөзден тұрады деп, оның этимологиясын шешкен. Ін деген үй деген сөз. Үй деген ұғымды білдіреді. Мысалы, қарсақтың іні, түлкінің іні дегендегі ін ғой енді. Сосын қазақта айтады індетіп зерттеу. Демек, бұл ін деген терең деген сөз. Терең дегенде мағынасы бар. Руника деген сөз соныменен біздің сөзіміз. Ал енді бұл әлемдік деңгейде танылған, адамзат мәдениетіне қосылған үлкен жасампаздық өркениет деп айтуға болады. Біз қазір айтамыз, мынау Еуропаны дүние жүзіне мысал қыламыз. Ал сол ел білім жоқ кезде біздің аталарымыз осы жазуды алып барған. Еуропаны ұйқыдан оятқан осы біздің жазуымыз. Руникалық жазуымыздың құдіреттілігі сода, бұл көп қырлы жазу. Көп қырлы дегенде мен сізге айтайын. Жазудың өзі пиктографиялық жазу бар. Бұл сурет жазу. Одан кейін идеографиялық жазу бар. Бұл оның негізінде таңбада идея тұрады. Содан кейін буын жазу деген бар. Буын. Одан кейін мына дыбыстық әріптік жазу. Бүгінгі біздің қолданып жүрген дыбыстық әріптік жазу. Міне осы сатылап өскен ғой жазуда, мәдениет ретінде. Соның руникалық жазуда төртеуінің де белгісі бар. Ол бір. Екінші, руникалық жазу басқа жер бетіндегі жазулардың бәрі адам басталады. А, Б, В, Г, Д, Ж, З деп кете береді, алфавит. Ал руникалық жазуда жазу қыдан басталады. Қыдан басталады. Бізде руникалық жазудың кереметтігі сода, жазу дағы алфавит таңбалардың барлығы бірінің бір үстіне қойған кезде мынандай пішін таблицасы деген шығады. Пішін дегенде ешқандай таңба көрінбейді, тек қана таблицаның өзі көрінеді ғой. Енді таблицаның құрылысын көрсетіп жіберейін. 1 квадрат, 2 квадрат, 3 квадрат. Одан кейін 1 көлбеу сызық, 2 көлбеу сызық. Міне, мынау католиктердің кресі деп жүргеніміз, сөйтсек бұл біздің кресіміз екен. А осының ішінде бүткіл біздің дүние танымымызды сыйғызып қойған осының ішіне. Біздің тіліміздің қорындағы барлық сөз осыдан шығады. Осы таблицаны осылай мына қабырғаларға, үңгірлерге, тастарға, тауға осылай таңбалап кеткен. Бізде мына Маңғыстауда бірнеше жерде бар. Ең үлкені Қарлыбас деген жерден табылған үлкен мынандай таблица тұр. Таблицаның айналасын тас, үлкен тас. Ортасында таблица, таблицаның айналасында таңбалар. Ана былайша айтқанда бұл матрица. Сол жаңағы бүткіл таңбалар мына таблицадан шығып тұр дегенді меңзеген жаңағы. Сол Қарлыбастағы таңбалы тасты Форт Шевченкоға әкеліп қойды, музейге әкеліп қойды. Енді осы жазудың идеографиялық мағынасын Тайжан Досанов деген жаңағы рунолог біздің әріптесіміз тапты. Ол өзі негізі оның мамандығы дизайнер. Мына жазу дизайннан тұрады. Мына жазуда бір артық штрих жоқ. Барлығы сөйлеп тұр. Демек, бұл геометриялық жазу деп айтуға болады. Енді міне қараңыз, жазудың бірінші таңбасы құр деген.
Мына идеографиялық жазу деген ең бірінші идеяны білдіріп тұрады. Құру деген сөздегі құрылыс дегендегі, құрылтай дегендегі. Міне мынау көк деген таңба. Мынау адайдың таңбасы. Көк деген к деген дыбыстық әріптік таңбасы к. Міне мынау ер деген таңба. Қарап отырсаңыздар, бізде ер деген сөз бар ғой, батыр дегенде. Ердің екінші әрпі р. Жіңішке р. Ал енді мына бір таңбаның өзі ер деген сөзді білдіреді. Мен айтып отырмын ғой, жаңағы дауысты дыбыс сөздің басында түсіп қалады. Мына таңбаның өзі тұрса, ер деп оқуға болады. Көрдіңіз бе? Енді мынау біздің анау атқа мінетін еріміз де осы, суретін қарап тұрсаңыздар. Сурет жазуы да бар бұнда. Бұнда дыбыстық әріптік жазудың белгісі де бар. Бұнда идеографиялық жазудың да белгісі бар. Буын жазуының да белгісі бар. Барлығының да белгісі бар. Бұл жазу өте әмбебап жазу. Жалпы алған кезде. Мына жерде шек деген таңба. Шек деген шекара деген сөз ғой. Мына жерде шекарадан шығып кетіп тұр. Логикамен шешуге болады. Логикамен. Таңбаны логикамен шешуге болады. Бірақ бұл жерде ойланып тұрасың. Шахмат ойнағандай. Мынау іч деген мысалға. Демек, міне әрбір таңба, бұның идеографиялық мағынасыменен мына жерде ч деген дыбыстық әріптік таңбасы ч. Бізде мына профессионал, мен енді мына тіл білімі институтында бұған дейін енді мына Ахмет Байтұрсынның атын берді ғой, оған дейін мен сол тіл білімі институтында жұмыс жасағам 15 жыл. Сол тіл білімі институтында істейтін біздің ғалымдарымыздың көпшілігі кәсіби ғалымдар. Ч дыбысы мынау шаңқылдап сөйлейтін Қытайдан енген. Мынау Шелек ауданының қазақтары ч деп сөйлейді. Сондықтан бұл ч деген дыбыс бізде жоқ деп айтып келіп. Сөйтсек, біздің өзіміздің мына таңбада, мына жазуда ч дыбысы бар екен. Мынаның ішінде 40 таңба. Енді бұл таңба шынын айтқанда 40-тан да көбірек. Бірақ бізге керегін мына ғылыми еңбек үшін, біздің тарихымызды зерттеу үшін, бұның ішінде көптеген жаңағы бізге пайдалы нәрселер бар. Мысалға, мынау нелерді көрсетейін мұна. Мысалға, мынау крес. Бізде мына қазақтың екінің бірі, бұны әдейі көрсетейін деп жатқан, екінің бірі кресті көрсе болды, христиандікі дейді. Міне, қабырғада крест тұр, кереге. Шаңырақта крест тұр. Демек, бұл біреудікі болуы мүмкін бе? Логика бойынша мүмкін емес. Ол кезде біреуден алатын заман емес ол. Өзі жасампаз. Демек, мына шаңырақтағы күлдіреуіш пенен мынаның байланысы неде? Құрметті адамға бас қойсақ, маңдайына крест таңба саламыз. Ана бас піскен кезде сүмірейіп тұрады. Ана таңбаны салған кезде ыржияды. Оны қазақта күлдіру дейді. Күлдірмей бас бермеген бұрын. Демек, мына сойылған малды сойған кезде не деп соямыз біз? Сенде жазық жоқ, менде азық жоқ деп, оның жанын алу үшін Құдайдан ұлықсат аламыз, дұға оқимыз. Бұл ислам дініне дейінгі жағдай. Мұнаның барлығы ислам діні деген жоқ бұл кезде. Діндер жоқ ол. Түсіндіңіз бе? Сосын сөйтемізде жаңағы ол пышақты көрсетпей, барлығы өзінің заңдылықтары бар. Сөйтіп жаңағы малды шаламыз. Содан кейін жаңағы құрметті қонағымызға, ақсақалымызға басты тартқан кезде мынандай күлдіріп береміз. Демек, ол қой өзінің
дүниеге келді, дүниеге кетті, Тәңірдің жаңағы оған берген мандатын орындады, оған берген міндетін орындады. Көрдіңіз бе? Бұның бәрі философия. Содан кейін мына пішін таблицасы тіршіліктің ең кішкентай белгісі клетка, жасуша. Жасушаның жаңағы образы деп айтуға да болады. Мынау жеті атаға шейін қыз алмау, жаңағы жеті қат жер, жеті қат аспан деген сөздерді біз жақсы білеміз ғой. Бұл идиомалар қайдан жүр? Өйткен себебі тіршіліктің ең кішкентай белгісі мынау клетка, жасуша, жеті қабаттан тұрады екен ғылымда. Сондықтан жеті деген санды біз қасиетті сан дейтініміз сондықтан. Біз жеті атадан кейін жаңағы қыз алатынымыз қан жаңғырады, жаңа тіршілік басталады. Міне, бұл медицинада да бүткіл қазір барлығы дәлелденді. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз ілімменен сусындаған халық, іліммен өскен халық. Енді біз өз ілімімізді алып, өзіміз дамытсақ, қазіргі жағдайда, онда біз әлемде болашақта ең кәдімгі жаңағы алдыңғы қатарлы елге айналамыз.